Assalomualaikum dostlar, sizlarga birga tag'da Hero. Bugun 5-tur Almaz Taratu turnirine katışıp жатырық. Біздің недегі жағы подписчиктер жиналып 160 подписчик болуына орай осы нені челленджді өткізіп жатырық. Кім топ 1 алатын болса 180 алмаз алады. Килға ойнаймыз ба немесе жағы орынға ма деген кезде көбісі дауыс бердік чатта. Главный чатта, глобальный чатта. Сонда барлығы айтты местаға деп. Килда қатты ойнайтындар болады, бізде де шанс болсын дегендей қылдау деймін да. Сол себепті мен осылай деп шештім, және кім бірінші орын алады, сол 180 алмаз алады. Бұл каткіде негізінен 3 рет осы турнирді ұтқан адам iPhone деген жігіт алды. Крисовать етті, тышқанавать етті, айтар қысқасы үйтіп ақырында зона сода қалып, осы алып кетті. Так, мен өкінішке орай көшеде отырмын, көшеде монтаждап жатырмын. Көшеде болғанда жаңағы терезелерді ашып қойып деген сияқты жолдың бойындамын мен. Сол себепті о жағын түсіністікпен қарайсыздар. Міне көрдіңіздер, Бермуда картасы 5-не карталардың біреуі осы. Маған ұнайды осы карта. Сол себепті көбінесе Бермуда картасында ойнаймыз. Если ұнамай жатса, комментарияға көбірек қалдырсаңыздар, басқа картаны таңдайтын болам. Так, шақ түсіп жатыр. Міне көріпсіздер, біздің гильдияның жігіті бұл. Өткенде бір турнирге қатысты ау деймін, по-моему. Так, одан кейін Хамза деген жігіт бар бұл жерде. Мадара деген бұл да чемпион. Бір рет ұтып алды. iPhone деген осы жігіт 3-ші рет ұтты осы турнирде 180 алмазды. iPhone-ның алдында тағы бір адам бар, мына жағында тағы бір адам келе жатыр. Мұны көріп тұрсыздар, iPhone екі жақта қысылып қалды мүмкін. Сол себепті тығылып кеткен дұрыс негізі. Так, босс дейді. Босс деген жігіт осы бұдан алдын бір не челлендж түсірдік кешегі видеода. Сода мен көрген боласыздар. Рейтингке килл жасау керек. Кім бір килл жасаса 100 алмаз, жаңағыдай әр киллына 100 алмаздан беретін болдым. Осы неде жаңағы босс деген жігіт 14 адам өлтіріп, мен оған плюс есебінде бірінші несі болған үшін 1960 алмаз бас алып бердім. Одан кейін екінші орында кім алды ол жерде? Смерт алды. Смерт 4 килл жасаған үшін 4 киллға мен 560 алмаз бердім. Ал үшінші орында Шах деген жаңағы осы қазір каткада ойнап жатқан жігіт. Осы жерде оғанда мен алмасап бердім. 2 киллына 300 бірден алмасап бердім. Ұмытып қалдым. Сонымен осындай каткалар кетті. Міне көріп тұрсыздар, Псих деген жігіт ойнап жатыр. Штан ангел киіп алған үстіне. Штан ангелге жараса ойнау керек. Псих кішкене өзін тартып ойнап отыр. Килл деген кезде бәрі таласып тұрып ойнаушы еді. Покко дейді, бұны бірінші рет көріп жатырмын мен. Бүгінгі осы 160 подписчиктің ішінде болу керек ол. Содан кейін каналға тіркеліңіздер, обязательно тіркелу керек. Тіркелмесеңіздер, мен турнирде ұтсаңыздар да алмаз бермеймін. Одан кейін каналға тіркеліп қоятын болса, ішіне рандомайзер арқылы барлығын араластырып, кашасын шығарып, ішіне біреу таңдап аламын да, ішіне прокачка алмасап берем. 1000 алмаз, 2000 алмаз ойындар болады. Содан кейін біреулер түсінбей жүрді, 300 алмазға ойнаймыз деген едіңіз ғой. 300 алмазға ойнаймыз. Менің подписчигім 300 болғанда. Қазір менде 160, сол себепті 300 алмаз болмайды. Сонымен кеттік, ойынды көріңіздер, тамашалаңыздар. Қыз болады. Енді Хамзада шанс. Шах өліп қалды. Так. Мадинада 2 килл дейді, батырық. Зона қысқарып жатыр. Өлтіріп қойды. Так, Рубин Гуд. iPhone дейді. Жоғарда екен. Мадина. Что-то Мадина түсінбедім мен қалай ойнап отқанын, бірақ қарау керек еді. 2 килл болып кеткендерді қарау керек та. 2 килл болып кеткендерді қарау керек. Краш өткенде де ойнаған. Так. Краш өткенде де ойнаған. Так.
Псих. Так, Мадара. 23 адам бар. Хамза бүйтіп шыға бермеу керек еді негізі. Айтып отырмын ғой, зонада болған екен. Өлді енді Хамза, өледі. Красавчик, молодец. Давай. Тығылып ойнаса, тығылып. Хамза тығылып. Килға емес қой, тығылып ойна. Так, тығылып ойнау керек, тығылып. Себебі өліп қалуы мүмкін де, екі жағында екі адам келсе. Робин Гуд четте жүр. Зарина, молодец, Зарина. Жақсы, ой, парасаттың жағдайы жақсы емес. Біз қызыл зонада, тем более шетінде тұр. Парасат ары кете алмайды, аптечкасы жоқ, меніңше. Меніңше аптечкасы жоқ. Алдын адам. Өз келіп екі адам. Мадараны атты. Мадараны атты. Так. Мадара екеуі атысып жатыр. Бір жақта краш жақындап отыр. Так, Фуко. Так, много именов деген. Так, краш онымен жақындап келді оларға қарай. Да, Мадараны ұстап алады осы деп тұрмын, жоқ, төменге кетіп қалды. Астына адам көрді. Астына адамды көрді. Енді көреміз, краш көріп келе жатыр. Краш артынан көріп келе жатыр. Артынан жаймен келіп ұстамақшы. Патиқара. Так, кетті. Хамзаның жағдайы не болып отыр? Көрейік. Молодец, Хамза қазірше тірі. Зонада. Хамзада. Хамзаның жоғары жағында iPhone зонада емес, кішкене жағдай онша емес. Зарина өліп кетті. iPhone. Мадараны өлтірді. Бос Мадараны өлтірді, бірақ қыпсын өліп қалды. Так, біз адам қалды. Хамзаның артынан келді. Хамзаның артынан келді. Так, Хамза өліп кетті. Хамзаның артынан келді. iPhone сүмін келеді. Патиқара. Маған жаңа үйректер ұтқаным дұрыс болып тұр, қазір шын айтқанда. Жаңа ат бәрібір жақсы да, алыңдар оны. Так, Покко мүлдем алмаған алдын. Так, мынау Суткент дейді, Суткент. Қайсы сала деген, бос. Бос біреуді көріп қол. Өзінде жегіз отыр. По-моему, iPhone бұл көріп бұл. Жоқ, iPhone емес. Бұл iPhone емес, жеттер, сон айтып қойын. Бұл iPhone емес. Біреу өліп кетті. Так. Бос зонада емес. Суткент кімнің жанында. Үшеуі бір жерде. Так, көреміз. Опа, стенка қою керек. Так, жақсы емес жағдайы. Бостың. Суткент пенен кім? iPhone үшеу. Базар жоқ. iPhone 3 жүреді ұтып базар жоқ. Базар жоқ, жолы болады. Құтты болсын iPhone. Базар жоқ. Так, ең көп килді бос деген беріпті, және Покко.
Poco meni bos ekibі beripti. Так, iPhone қайда? Так, бос. Алло. Уағалейкум ассалам, қалай? Жағдай жақсы ма?